Сәлеметсіздер ме? Мен Махамбетова Фарида, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Ататүрік атындағы номер 17 мектеп гимназиясының қазақ тілі пәні мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Сен не жейсің?». Сабаққа негізделген оқу мақсаты күнделікті өмірде қолданатын таныс сөздердің мағынасын түсіну. Жаңа сөздер: су, шырын, шай, сүт. Ал балалар, қысқаша диалогпен сурет арқылы таныс болайық. Кәне балалар, тағы да бірге қайталаймыз. Мынау сүт, мынау су, мынау шай, мынау шырын. Мынау шай, мен шай ішемін. Мынау сүт, мен сүт ішемін. Мынау шырын, мен шырын ішемін. Мынау су, мен су ішемін. Үйге тапсырма. Сізге қандай шырын ұнайды, сол жайлы айтып беру. Сау болыңдар балалар.